Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге бұл бумажный доллар, бізде бүгін распаковка бумажных сюрпризов. Менде бүгін новинка бар. Бұл коллекция LD. Что нужно для LD? Міне төртеу. И украшение для LD. Төртеу. Вот. Алдыңғы видеода айтқам. Екі новинка болуы мүмкін деп, бірақ үлгермедім, біреу-ақ істедім. Вот. Келесі коллекция бізде стикеры. Біз бүгін календарымыздан 3-ші номерді ашамыз. И бұл 3-ші номер жасыл түсті. Сол үшін пакеттер жасыл түсте таңдаймыз. Так, стикерс коллекциясына жасыл түс болу керек. Міне, осыны аламыз. Шапки коллекциясына бізде кешегі новинка бұл. Кешен алдында, то есть кешен новинка болған жоқ. Вот. Шапкидан бізде бүгін осындай. Бұл вообще-то новинка емес, негізі. Соңғы істеген коллекция, наверное. Осындай жасыл пакетик бар. Коллекция цветыдан бізде жасыл түс жоқ, наверное. Бірақ жасыл түс надо көп. Ең көбі вот сюда. Коллекция одеждада бар, көріп тұр. И как пакетик қалды уже. Так, новинкамыздан жасыл түс украшение для LD бар. Вот. Бізде бүгін распаковкада көп пакетик. Вот. Жаңа пакетик бар. Мынау бір түрлі пакет, білмеймін не. И вот, жаңа пакетик бар. И календар. Мен ашамыз. Так, қойық. Вот. Мен каталогым. Так, все каталогтан біздің бірінші коллекциям стикеры. Осы коллекция пакетигіміз мынау. Осы пакетигімізді ашамыз. Так. Шайқ. Шатын жер қайда? Міне. Қош кетті. Номер 5 мына жерге жабыстырамыз. И бұл бізде қайшы. Сондай. Енді осын жабыстырамыз. Стикеры дегеннен кейін айттым. Любой наклейка істе береді стикерді. Өйткені бұда тема жоқ. Вот осындай. Так, 5-ші номер. Вот. Осындай алдында роза түскен. Вот. Келесі коллекция бізде адвент календарымыз. Номері 3-ті ашамыз. Так, ашалам ба бұл? Қазір. Вот, мынау ашатын жері. Так, бізге номері 2-ші тау. Ертең бізде сиреновый түсті, фиолетовый түстен да не болады распаковка. Номер 2 на жерге, и бұл бізде осындай тау. Наған ұқсайды, бірақ ондай емес. Ондай жануарлар жүретін тауға ұқсайды. Так, номер 2-ге жабыстырамыз. Маркер, мән бермеңіздер. Анау коллекцияны жасайым деп, бәрі маркер болды. Так, күшті ашылды. Номер 2. Вот, осындай күшті коллекция болып келе жатыр. Келесі бізде одежда. Біздің коллекциямыз мынау. Осы пакетигімізді ашамыз. Бізге алдың видео мынау түсті. Кофта. Футболка деп жатырмын ғой. Қатты жабыстырып таптым, и шол дұрыс ашылмай жатыр. Жыртуға тура келеді. Көрініп тұр уже екен. Так, жабысып қалған мағанша. Номер 2. Машетке жабыстырамыз. Наяқтан да номер 2 түсті. Наяқтан да номер 2 түсін деп жатыр. Мына, ашып алдым. Күшті ашылды. Так, номер 2. Кішкене да жаққа қарай. Осы. Күшті коллекция болып жатыр. Мына жерден шығарып жерге.
коллекция цветы. Пакетигіміз мынау. Жасыл түс почти жоқ. Ну, почти жоқ, да? Так, ой, наоборот. Номер 2. Тағы да номер 2. Екілерді себерді. Бірінші көрсетіңдер сіздерге. Осындай көк гүл, білмеймін қандай гүл. Осындай бір гүл. Вот. Енді жабыстырайық. Алдыңғы видеода осындай түскен. Қазір жабыстырамыз. Вот, жабыстырамыз. Ой. Номер 2. Бүгін 2-нің күні ма, білмеймін. Неге именно екілер түсіп жатқанмын. Вот осындай күшті болып келе жатыр. Шапки коллекция. Бұны ұстаймыз. Шапка. Номер 4. Наконец-то 2 емес. Так, ашайық. Так, номер 4 па? 2-ден деп атырмын. Номер 4. Так, мына жер. Алдыңғы видеода бізге түсті мынау шапка. Осындай келесі коллекция біздің вилка. Бүгін украшение жаптырамыз. Мына мен күнделік типа дневник и ішіне жаптыра береміз. Жақта номер жоқ, ал вот что нужно, да, номер бар, а мынада номер жоқ. Что нужно, бір пакетінде 2 не бар. Вот. Да, осындай ракушка, розовый. На дневникте осындай бабочка бар, кішкентай бантик. И бұда номер жоқ айтқанымдай. Так, осындай ракушечку. Так, ішіне украшение ретінде жабыстырамыз. Ашайық. Бұл сараңыз көшпенде салған. И вот әйте бұны біз шетен жаптырық. Байын жаптырық. Или байма. Бай жаптырым. Ведь бұл ракушка ғой. Міне. Вот осындай болды. И бүгінге біздің распаковкамыз аяқталды. Бәріңізге пока.